Ассалаумағалейкум достар, мен Беккам. Бүгін мен баг көрсететін боламыз. Енші арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бірінші біз рынокқа кіреміз. Қазір рынокқа кірейік. Орда 600 мың теңгелік ең зор нелер. Нәрге 82 деп жазамыз. Ой, касы. 82 93 енші кеттік. Енді программа бізге программа FIFA қатар. Соны басамыз. Қазір ема жосқа нелер көрдіңіздер ме? Мынандай 600 мың теңгелік бар. Қазір көрсетемін. 800 мың 800 мың қараңыздар. Осындай баг кеше мен үйреніп алған. Көрдіңіздер ме? 800 мың. Сіздер де алғыңыз келсе осындай, мен де осындай алғам. Енді осындайлар алсаңыздар болады. Арзан бағада 600 мың теңге. Ойлаңыздар. Бензема, Мбаппе, сондайлар, Левандовский, Месси 997. Сіздер көп ақша болса осындай алыңыздар. Мен еще 1 миллион теңгелік бар, олар 91, 93 сондайлар міне. Осылардың біреуін алайын ба деп ойлап отырмын. Паратары. Енді маған керек емес сондайлар. Өзімде бар. Енді осы бактарды көріп үйреніп алыңыздар. Жарнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен уже 1 миллион сондай. 1 миллион почти. 1 миллион. Сосын 1 миллион теңге. Қараңыз, 400 мың теңгеге осындайды алуға болады. Ойлаңыздар. Алып көріңіздер осындайлар. Міне миллионға бар бірақ. 600 мың теңгелік 800 мың. 600 мың Месси 997 мың. Салах жоқ яс. Салах жоқ. Менде өзі Мбаппе бар, Роналдо бар, және Неймар бар. Қазір көрсетейін. Мынау мен Пеле алып алдым. Уже тегін Пеле деген режим бар, сонымен ойнадым. Енді мен бүгін Кобелді алдым, сосын Кобел алдым. Енді қазір көрсетемін сіздерге. Менде Мбаппе бар, Роналдо бар, Неймар бар. Жаңағы 600 мың теңгелік осыны алдым кеше. Осыларды мен қаншаға алдым деймін ба? Роналдоны мен 800 мың теңгеге алдым. Ол бұрын өткенде алдым. Ал Неймарды 600 мың теңгеге алдым. Ол жақсы екен. Мбаппені ол 600 мың теңгеге алдым, сол сияқты. Нормально бұлар. Мен обышым түсіп кетті, короче, достар. Кобелді сатып не істеп жүресің ғой? Обмен жасағанбыз монетаға. Ойлағам, короче, Кобел не істейді деп. Бұл 2 Кобел бар деп ойлағам. Сосын барып Кобел жоқ болды. Сосын менде қайық вратарды қойын дейсің. Жаңа ПСЖ-дің вратарысын қойдым. Барта 103-ке түсіп қалды. Ол кезде менде 105 болған. Енді қалай көтеретінімді білмей тұрмын. Осылай бізде сіздерге баг ұнаса болды. Енді арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Енді сау болыңыздар.